Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Айдос, осы каналдың есімін деп қояйын. Бүгін біз Оралдан Алматыға қатынайтын нөмір 27 және 28-ші Орал Алматы тұлпар-тальго пойызын жүретін боламыз. Яғни қазіргі біз жүріп жатқан бағыт Оралдан келе жатыр. Сол пойыз жайлы біраз әңгімелер айтатын боламыз. Сол пойыз жайлы толық ақпарат барлығын айтатын боламыз. Дәл қазір енді сіздер көріп отырған пойыз енді бұл Алматы Атырау. Бірақ мен сүретін пойыз басқа құрам. Бұл құрамды келесі жол сүрем. Сондықтан ренжімеңіздер. Мен бірден екі құрам сүре алмаймын. Бүгінгі видеоны Оралдан келетін құрамға арнаймын. Мінекей өзі де келді. Нөмір 27, нөмір 28-ші Алматы Орал Алматы бағытында қатынайтын тұлпар-тальго пойызы. Жалпы вагондарын білесіздер. Қазақстанда жасалған тұлпар-тальго вагондар. Өте әдемі. Ал пойыз тоқтады. Қараңыз, сыртынша кәдімгі екеуі бір жұп сияқты көрініп тұр. Мындай сырттарын қарасаңыз, окраскасын. Қазір пойыз жайлы барлығын айтатын болам. Негізі дала өте суық болғандықтан мен пойыз келген кезде бірақ шығайын деп сестім, өйткені суық, қолым үсіп қалады далада көз жүрсем. Ал құрамым келіп жатыр. Өткен бейнедегідей соңғы вагоннан бастап көрсетем сіздерге. Жалпы Алматы Маңғыстаудың құрамына ұқсас. Енді Атырау жайлы бейнені келесі түсірілімге арнаймын. Хабарлап отыр. Өйткені бірден екі құрам түсіру қиындыққа соғады. Я, айтып беретін боламын бұл құрам жайлы да, мына құрам жайлы. Бүгін мына құрамға арнаймын. Түсініңіздер. Соңғы вагоннан бастап айтайын. Бұл пойыз негізі жүргеніне де біраз болып қалды. Мен енді бүгін шештім түсейін деп. Сыртын қарасаң мұз қатып қалыпты. Кәдімгі суық болады осы соңғы күндері. Шымкент жақта, Түркістан жақта. Түркістан сәл жылылау енді. Жүда бұйыртып отырса, ресторанға да кіріп көрейік бүгін. Соңғы вагоннан бастайық. Мінекей вагондарын көріп отырсыздар. Өткен Маңғыстау жайлы бейненің вагондарына ұқсас. Яғни Маңғыстау Алматының тальгосын сүрген болатын өткен роликте. Соның несіне ұқсас вагондарына. Асықпай соңынан бастаймыз. Сырты жылтырап тұр ғой. Әдемі болып тұр. Әдейі ашып қойған. Жолаушылар өтсін деп. Ең соңғы вагон бәріңіз білетіндей генератор вагон. Яғни пойыздың осы құрамның генератор вагоны. Сіздерге көрініп тұр ма? Жақыннан көрейік. Яғни пойыздың жылуына, жарығына осы генератор вагон жауап береді. Мен бұл жайлы сіздерге айтқанмын өткен роликтерде. Көрмесеңіздер, көріп кетіңіздер, оған сілтемесін қойып қоямын міндетті түрде. Бірақ бұны Маңғыстаумен шатастырмаңыздар. Бұл Оралға баратын тальго. Бірақ құрамдар қатты ұқсас. Мінекей ең соңғы вагон генератор вагон. Генератор вагонның қызметінде айтқан болатынмын. Сол бейнеде мен бір талабым, яғни бір қалауым орындалмай қалған болатын. Ол ресторан вагон жайлы. Ресторан вагонға кіре алмаған болатынмын. Бүгін кіруге тырысамыз. Құрам жайлы да білесіздер, испандық вагондар. Іші тар деп те айтқан болатынмын. Ішіне де кірдім сіздердің. Кәдімгі суықта қолым қазірдің өзінде үсіп қалды. Сонда да шайық. Жол серіктер, жолаушылар. Жаңа күту залында оттым. Сол кезде байқадым. Жолаушылар күту залында өте көп. Өйткені дала суық болғасын бәрі істеп отыр. Атырау 29-30. Ресторанға қалай кірсек болады? Құрамның ішінен кіреміз. Құрамның ішіне кірдік. Білдіртпей кірдік. Жол серіктемей қалып. Енді ресторанға кіруге тырысамыз. Асықпайық.
Мына жер әжептәуір кең екен ғой. Мындай вагон бар ма еді Талигуда? Мен бұндай вагон бар білмеймін. Ал, бисмилля. Ал, Талигудың кіресіздер. Хоп. Спай. Мына жер ашыла ма? Керемет екен. Қазір асықпай шығайық. Бұның көлемі де өткендегімен бірдей. Міне, мынаяқтан ала жатса бүйтіп сәл қысыла қаласыз. Артық проблема жоқ. Міне, ана видеоны тоқтатып көріңіздер. Болмаса скриншоттап алыңыздар. Мен көп тұрмаймын бұның ішінде, білесіздер. Сыртқа шығайық. Келші мүзір. Ал көптің қалауы орындалды, өзімнің де қалауым орындалды. Наконец-то деп қойық. Ресторан вагонға кірдік. Құранның басына жылжиық. Бізде суық атмосфера. Антициклон ба бір бәле келді ау деймін бізге ше. Бұндай қатты суық болмайды бізде Түркістанда ше. Қыстың өзінде қатты суық болмайды. Осы соңғы күндер суып да. Мынаның арасы бұрыннан сондай ма или сәл ашылып кеткен ба? Жалпы билет бағасы жайлы айта кеткен шығармын. Айттым. Жалпы билет бағасында өздеріңіз Каспийдің сайтынан көріңіздер. Каспийдің приложениесі бәрінің телефонда бар шығар деп ойлаймын. Қазір балаға шейін Каспий ашуға болады. Сондықтан Каспий Travel дегеннен көре аласыздар. Менен дұрыс көрсетемей айтса, мен түсінесіздер. Ауа райы өте суық. Қолайсыздау ауа райы болып тұр маған. Мінекей. Құранның басында келіп қалды. Вагондар жайлы білесіздер. Билет бағасында білесіздер деген ойдамын. Пойыз Орал қаласына дейін қатынайды. Алматыдан Оралға дейін. Негізі Алматыдан Оралға дейін 7-8 пойыз қатынайды. Қазір ол да бар, және бұл да бар. Екеуі бірдей қатынайды. 7-8. Қазақстан деген пойыз білесіздер ғой. Қазақстан деген өзінің фирмалық аты бар ол пойыздың. Кезінде Мәскеуге дейін жүрген білесіздер. Ол пойыз жүретін. Оған дейін 379 жүретін. 379 бен 7-ші пойыз екеуі бірге жүретін тұғын Оралға дейін. Бірақ кейіннен 379 алып тастады. 379-ның орнына осы берді, қателеспесем. Негізі дұрыс шешім болды негізі. Негізі Алматыдан Оралға қатынайтын пойыз бар негізі. Шыны керек бар. Бірақ ол пойыз Астана арқылы жүреді. Яғни ол пойыз Шу станциясы арқылы бағытын солтүстікке қарай бұрып Астанаға қарай кетеді. Астанадан саға солтүстікке жүріп қайтадан батысқа бұрады. Қостанай облыс арқылы Ақтөбеге өтіп Ақтөбеден ары қарай Оралға барады. Ол бағытта тиімді негізі. Ол пойызда негізі бізге дейін қатынаған Түркістанға дейін 51-52 жастарлы көше. 2019-да мен пойыз сүрмей тұрып, ол пойыз бізбен қатынаған біз жақпен. Бірақ кейіннен біз жақпен қатынамайтын болып кетті. Ойба, қолым түсіп қалды ғой. Жалпы пойыз жайлы барынша айтып жатырмын. Көптің сұрауын да орындадым. Ресторан вагонға да кірдім. Ризасыздар деп ойлаймын. Ресторан вагонға негізі бейтаныс адамдар кіргізбейді. Осы вагонға билет алған адамдар кіргізеді, билетсіз жүрген жай адамдарды кіргізе бермейді оңайлықпен. Мен білдірмей кіріп кеттім, енді байқадыңыздар. Білдірмей кіріп кетсең, білдірмей жауып жүрсеге болады. Ешқандай заң бұзған жоқпын мен. Мына вагонның мына бөлігінде генератор вагон. Мынау біздің тепловозымыз. ТЭП 33А. Қазақстанда жасалған.
Астана қаласы Локомотив Красной зауытында шыққан. Біздің отандық деп айтсақ болады. Т-30-ға қатты ұқсайды. Бірақ бұл жолаушы тасымалдарына арналған. Бұл жерде барлығы дерлік отандық десек те болады. Атыраудың вагондарында көріп тұрсыз, ресейлік вагондар. Ресейлік вагондар да негізі өзімізден шығады. Бірақ Ресейден алып келінеді негізінен. И 2022 жылы бізге 25 жыл толған болатын. Бұйырса 14 қаңтар күні менің YouTube арнамда 4 жыл толады. Трендсвет каналын 2019 жылы 13 қаңтарда бастаған болатын. Сол бастаған сәттен бастап сізге қанша нәрселерді ұсынып жатырмын. Өз пойызға деген махаббатым болсын сүйреп тұрған. Бірінші жолда пойыз жүреді екен. Енді айтып түсіндірген шығармын, енді ренжімеңіздер. Күн суық бізде. Сыртын мұз қатып қалған. Қатты. Бірінші жолдан жүреді деді. Енді сіздерге барынша көрсетіп отырмын. Түсініңіздер енді. Қолым ауырып болса да түсіріп жатырмын. Көрермендер үшін осының барлығы. Жақында енді құдай қалса күн жылыса, әлі біраз түсіретін нәрселер бар. Сіздерге әрқашанда сапалы дүние көрсетуге дайынмын. Сол себепті арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, өздеріңіздің пікірлеріңізді айтып, өздеріңіздің өтініштеріңізді айтуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз маған кәдімгідей әсер етті. Сіздердің қолдауларыңыздың арқасында шығар 4 жыл бойы пойыз сүріп жүрген. Ешкім мен кезінде қолдамаса, лайк, коммент жазбаса, мен пойыз сүрмейтін. Сондықтан осы контенттің дамуына өз үлесіңізді қосып, алдында айта кеткен жай ғана әшейін бір болмайтын шарттар ғой. Тіркеліп лайк баса кетіңіз. Мен өзімнің түсірілімдерімді тоқтатпаймын сіздер үшін әрқашан. Қазір бірінші жолдағы құрам жүреді. Екінші жолдағы құрамда қазір жүріп қалады. Пойыздың қанша минут тұрғанды жаңа айта кеттім. Қазір бұл пойыздан кейін бізге Қызылорда Семей пойызы келеді. Ол пойызды да түсіремін, бірақ ол пойыздың шығарылымы кейінірек болады. Семей Қызылорданың шығарылымынан кейін Атыраудың шығарылымы болып қалады. Яғни 30-шы Атырау бағытында жүретін, бұл енді Атырау бағытында жүретін 41-ші пойызда, ал Атырау алматына тағы қатынайтын. Бұл 29-шы пойыз. Бұл 29-шы пойыз. Ал Атырау бағытына жүретін тағы 41-ші пойыз бар. Талгу пойыз. Оның вагондары испандық. Оның ішіне кіруге тырысам бұйырса.
алдағы уақытта көптеген нелер көре аласыздар. Ал енді пойыз жайлы келетін болсақ, сіздерге айтар кеңесім, осындай қысты күні автобус, не болмаса көлік, ұшаққа қарағанда пойыз өте тиімді. Сол себепті қай жағынан алып қарасақ та, сіздер пойызға билет алуға кеңес беремін. Пойызға билет алыңыздар, өйткені қазіргі таңда ауа райына байланысты көптеген жолдар жабылып жатыр, рейстер шегеріліп жатыр, апат болып жатыр жолдың сайғануына байланысты. Ал пойыздарда ондай жоқ. Пойыз өте қауіпсіз транспорт түрі болғандықтан бұл пойыздар, жалпы пойызда ешқашан тоқтамайды. Сол себепті, егер де сіз Оралдан Алматыға баратын болсаңыз, 27-28 бағытта қатынайтын Алматы-Орал пойызына билет алуды ұмытпаңыздар. Егер де сіз Алматыдан Шымкент, Түркістан, Қызылорда, Ақтөбе, Орал қалаларына тальгомен барғыңыз келсе, осы пойызға билет алыңыз. Негізі Орал тұрғындарына негізі екі таңдау бар. 51-52 тальго пойызы және осы Орал тұрғындарының жолы болушы екен. Алматыға екі тальго пойызы бар. Бізде Алматыға жоқ. Алматыға Түркістаннан тікелей пойыз жоқ. Бірақ Алматыға қатынайтын пойыздар бізде өте көп. Шыны керек, өте көп. Таңдау да көп. Атырауға баратқан пойыз бірінші жолдан жүріп кетті. Енді қазір екінші жолға тұрған Оралдың пойызын шығарып саламыз Оралға. Алматыға Атырау кетіп қалды. Біз жақта курткамен жүріп қой. Вагонның ішіндегілер рахат. Футболкамен отыр. Құрамның басына барайық, асықпай. Қысты күні жылы киініп жүріңіздер. Қолғапты міндетті түрде кию керек екен енді. Қолғапты міндетті түрде киемше. Қандай түсірілім болсын осы қаңтардың соңына дейін, наурызға дейін қолғап кетіп жатыр. Мынадан кейінше. Жаңа бейнені әдейі өшірдім, өйткені қолым деген ойып кетті. Сосын қалтама қолым салып алдым да. Кішкене жылынып, түсірілімді қостым. Қазір пойыздың жүрген сөйтіп боламыз. Ал пойыздың бағасы жалпы несін айта кететін болсақ, пойызға 10-10 деген баға қоямыз. Мынандай суық күнде бұл пойызға жетер пойыз жоқ сияқты менің үшінші. Минустарын айтайын десем де айтатындай минус жоқ қой. Сол іші тар деген болмаса, бұлайша тальгоны білесіздер. Қандай керемет екен, Қазақстаннан шығатынын да білесіздер. Сол себепті мынандай суық күнде осыны жылы пойызға билет алып жүріңіздер. Көлік, ұшақ дегеннен көріп, автобус дегеннен көріп, бір қаладан бір қалаға пойызбен барған тиімді осындай суық күнде. Сол себепті осы пойызға билет алыңыздар. Билет бағасын айта кеттім. Алматылықтар үшін де, оралдықтар үшін де тиімді. Қазір пойыз жүретін болады. Пойызды генератор вагоны. Жолаушыларға рахат тайы. Бірақ сол вагонды жылытатын, сол вагонға жарық жылу беретін генератор вагонның меңгерушісі, сол вагонның механигі дейікші. Механикінің еңбегі адал ғой, қаншалықты еңбегі бөлек қой. Еңбегіне құрметпен қараймын. Өйткені ол вагонның гүрілесі үшін тоқтамайды. Қашан қарасаң гүрілдеп тұрады сол вагонда. Ана гүрілдеді отыра берсең құлақ деген кетеді ғой. Соған қарамастан өз қызметін адал атқарып, осы тальго пойызында, генератор вагонында механик болып жүрген ағалар еңбектеріңіз адал. Суық күнде
тепловозда отырып күніне түніне қарамай тепловозды тізгіндейтін машинист ағалар, сіздердің де еңбектеріңіз адал, еңбектеріңізді қатты бағалаймын, машинист ағалар. Айлықтарыңызға лайықсыздар ғой. Айлықтарыңыз деген керемет қой, сіздердің бұйырса мен де сол маман иесі болып шығамын. Ал мінекей, барлығын айттым деген ойдамын. Айтпай қалған жерім болса түсіністікпен қарасыздар. Енді не айтарымды ұмытып қалдым, мына суықтан кейінше. Тек бір жылы жер болса деп ойлап қалдық қой. Басқа ештеңе керек емес, жылы жер болса болды деп қалдық қой. Ана вагонның ішіндегі адамдар қызып кеттік қой. Бұл талголардың ана үстінде байқадыңыздар, үстінде сым бар. Осы талгоның ішіндегі не ғой? Электр жарығы, жалпы сол сымдарда. Ал испандық талго, Атырауға қатынайтын испандық талгоның үстінде сым жоқ. Өйткені ол испаниялық технологиямен жасалғандықтан. Испаниядан әкелген кезінде қай жыл екен білмеймін енді, 2005 па, 2005-тен бері ма, білмеймін. Сол кезден Испаниядан алып келінген, содан бері ол вагонда қызмет етіп жүр. Тағы Ақсұңқар деген құрам бар да, ол да Испаниядан келген, қателеспесем. Шымкент Алматы бағыттағы 26-шы бағытта. Олар да қателеспесем Испаниядан келген, бірақ олардың құрамдары андай кішкентай. Біздің отанымыздан шығатын құрамдар бар. Павлодарға қатынайтын, Алматыдан қатынайтын. Сол құрамдар негізі ең жоғарғы сорты деп қойшы. Талго құрамдарының ішінде ең жоғарғы сорты сол құрамдар. Іші кеңдеу да олардың өткені. Купесі де ұзынғода отырып тұратын вагон бар. Сидячий вагон деп жазып тұрады. Сол себепті Алматы Астана бағытына қатынайтын болсаңыз, талгомен қатынаңыз десе, оны да сіздерге ұсынамын. Бұйырса оны да сіздерге түсіп беретін болам. Алла бұйырса. Бірақ біздерге қатынайтын талголардың барлығы осындай. Қазақстандық, испандық. Бұл пойыздың енді фирмалық аты жоқ. Бірақ Алматыдан Оралға қатынайтын 7-ші пойызда өзінің фирмалық аты бар, Қазақстан деген. Бірақ оның вагондары сәл ескілеу. Енді ол пойызда мен сіздерге түсіріп көрсеткен болатынмын. Көрмесеңіздер, каналда бар. Асықпай көресіздер. Ал сіздермен бірге болған мен Айдос. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға мың алғыс. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін әрқашанда сапалы контенттер мен ақпараттық видеолар түсіруге әрқашан дайынбыз. Жақсы. Қазір пойыздың жүргенін түсіретін боламыз. Сонымен видеоны аяқтаймыз. Ал жолдарыңыз болсын. Жолаушылар, жолсеріктер, машинист ағалар, осы құрамның қызметкерлері, барлықтарыңызға сапар тілеймін. Және барлықтарыңызға жалынды сәлем. Түркістан қаласы, Түркістан темір жол вокзалы.